яғни бұл соғыста кімнің ресурсы сарқылып бітеді, сол жеңіледі. Ал енді экономикалық және әскери тұрғыдан Ресей мен Украинаның ресурстарына бір шолу жасап өтейікші. Біз демографиялық жағынан алайық бірінші. Ресей басымдыққа ие. Жан саны жағынан да, мобилизациялау мүмкіндігі жағынан да басымдыққа ие. Ертең соғыс ұзаққа созылған жағдайда соғысатын әскер керек. Ол әскердің мобилизациялау мүмкіндігі Ресейде Украинамен салыстырған кезде жоғары. Қазақстаннан алу мүмкін бе? Жоқ, Ресейдің өзінің ішкі ресурстары да жеткілікті біріншіден. ОДКБ шартына сәйкес. ОДКБ бұл соғысқа араласпайды. ОДКБ-ның бұл соғысқа араласуына негіз де жоқ. Біз оны осыған дейін де себебі Ресей бастаған. Егер ОДКБ бұл соғысқа араласатын негіз болса, ол соғыстың алғашқы күндерінен ақ араласатын еді. Бірақ бұл соғыста ОДКБ-ны тартудың негізі жоқ. Екі, Ресей Украинадан оккупациялап конституциясына заңсыз қосып алған аумақтарды біз мойындамаймыз. Оны халықаралық қауымдастық мойындамайды. Оны Ресей мойындайды, оны Беларусь мойындайды, оны Солтүстік Корея мойындайды. Бітті. Соңғы жағдайларға байланысты Ауғанның Талибан билігі мойындайды. Бірақ халықаралық қауымдастық өркениетті мемлекет оккупацияланған аумақтарды мойындамайды. Ол Ресейдің жері емес, ол Украинаның жері. Ал соғыс Украинаның жерінде жүріп жатыр. Ресейдің жерінде емес. Бітті. Бұл талқыланбайтын әңгіме. Бұны ушықтырудың, қоздырудың да қажеті жоқ. Екіншіден, қазақ қоғамы да қалғып мүлгіп ұйықтап жатқан қоғам емес. ОДКБ-ның әскерін, яғни әрбір шаңырақта отқан ата-ана әскерде жүрген баласын Ресей үшін соғысуға саналы болса жібермейді. Жібермеу үшін күреседі. Сондықтан бұл мүлде соңғы жігіт қалса да ешкім ОДКБ шаңғысып көмектеспейді. Үзінді кесілді айта аласыз. Біріншіден, ОДКБ деген өзінің өмір сүруге қабілетсіз екендігін дәлелдеп қойған өлі организация. ОДКБ өзінің мүшелері ішіндегі территориялық дау жанжалдардың кезінде қалт қимылдауға дәрменсіздік танытқан қауқарсыз организация. ОДКБ-ның өз ішіндегі мүше мемлекеттердің бір-бірімен арасындағы территориялық қақтығыстар кезінде, Қырғызстанда территориялық қақтығыс болған кезде, Тәжікстанда территориялық қақтығыс болған кезде, Армения Әзербайжанмен соғысқан кезде тағысында ОДКБ қимылдай алған жоқ. Ләм-мим деп мәлімдеме жасауға қабілетсіз болған организация. Сондықтан ОДКБ дейтін организация де юра НАТО-ға балама ретінде құрылған организация, бірақ НАТО-ның деңгейі қайда, ОДКБ-ның деңгейі қайда? Жер мен көктей, сондықтан салыстыруға келмейді. Жаңағы ресурс мәселесіне қайтадан тоқталайық. Жаңа демографиялық жағынан, мобилизациялау мүмкіндігі жағынан Ресейде плюс бір ұпай бар дедік пе? Бар. Одан кейін қару-жарақ мәселесінен де Ресейде біз қанша жерден Ресейді агрессивті мемлекет ретінде айыптағанымызбен шындық объективті баға беру үшін шындыққа тура қарау керек. Ресейде қару-жарақ қоры жеткілікті бар. Одан бөлек Ресейдің экономикасы әскери өндіріске негізделген экономика. Қазір Ресейдің экономикасын ұстап тұрғанда осы әскери өндіріс қана. Негізгі драйвері әскери өндіріс. Одан кейін Ресейде КСРО-дан қалған миллиондаған қару-жарақ қоры бар. Ескірген, бірақ Ресей соны жаңалап пайдаланып отыр. Пайдалана алады болғанда пайдаланып отыр қазір. Содан кейін Ресейдің экономикасы да қанша жерден соғысушы экономика болғанымен салыстырмалы түрде территориялық, адами және басқа да тұрғыларынан салыстырғанда Украинадан әлдеқайда басымдыққа ие. Сондықтан ресурстық жағынан Ресей әлі соғысуға мүмкіндігі бар ма? Бар. Және Солтүстік Корея оған көмектесуде. Қазір ол бөлек әңгіме. Осы жерде мына дүниеге назар аударып кетуіміз керек. Осыған дейін, осы жуырда ғана, айналасы бір айдың шегінде халықаралық сарапшылар, соғысты зерттеу институты болжам жасап, Ресей әлі 2027 жылға дейін осы темппен соғысу мүмкіндігіне ие деп баға берді. Яғни Ресейде әлі 2027 жылға дейін соғысатын ресурс бар деген сөз. Бірақ әлсіреп шығады соғыстан. Әлсіреп шығады. Бәлкім жеңіліп шығады. Бәлкім ыдырап шығады. Бәлкім ыдырау мәселесі бөлек әңгіме. Қазір оған да тоқталармыз.
мына енді Украинаның ресурсы қандай дейсіз ғой. Иә, территориялық жағынан Ресейден кіші, адам саны жағынан Ресейден аз, экономикасы сәйкесінше Ресейден төмен, мобилизациялау мүмкіндігі де 4-5 есе Ресейден кіші. Иә, бірақ Ресейдің одақтастары бар ғой. Енді осы жерде бір қызықты дүниеге назар аудару керек. Қалай дейсіз ба? Украинаның қолдаушылары кім? Бұл ақш, еуропалық қауымдастық. ақш пен еуропалық қауымдастықты қоса есептесеңіз, бұл әлемдік жалпы ішкі өнімнің 50% деген сөз. Мәселе табандылықта, мәселе саяси жігерде. Егер еуропалық қауымдастық ақш Украинаны ең ақырғы оқ атылғанға дейін қолдап береміз, Украина үшін қорған болып береміз, оның қорғанышы болып береміз, оның қолдаушысы болып береміз деген позицияны нықтап, табандап ұстанатұғын болса, бұл әлемдік жалпы ішкі өнімнің 50% деген сөз. Ал Ресей бір өзі әлемдік жалпы ішкі өнімнің 3%. Демек, ресурстық жағынан Украинада мүмкіндіктер пайда болады. Жаңағы айтқан болжалған 2027 жылға дейін Ресеймен табандап тұрып күресуге, ешқандай тарлық көрмей, теперіш көрмей күресуге Украинада мүмкіндік болады деген сөз. Мәселе, жаңағы Гуардианның жазғанындай, соғыс қанша жылға созылатынында емес, соғыс ресурстардың қай жерге дейін жететінінде. Сондықтан Гуардиан жазады, Таймс жазады, Нью-Йорк Таймс жазады, Финансал жазады, басқасы жазады, BBC жазады, жаза береді. Мәселе ресурстың, мүмкіндіктердің қай жерге дейін жететінінде. Ал енді қолдауға келетұғын болсақ, иә, бұл қос мемлекеттің де бұл соғысқа қолдау көрсетіп өткен демеушілері жоқ емес. Бұл бүлік әңгіме. Мысалы, Ким Чен Ынды алайықшы, жаңағы Ресейге әскери қолдау көрсететін ресми түрде мәлімдеді. Бұған дейін енді соғысқа қатысып жатыр, жасырды, оны үйтті бітті. Енді қазір ресми түрде айтты, қолдау көрсетеміз деп ресми түрде ашық айтты, иә. Бұл қолдау Ресейге Украинадағы соғыста қандай артықшылықтар береді? Артықшылықтар сөзсіз береді. Біріншіден, Солтүстік Корея Ресейге қолдау көрсеткенін ешқашан жасырған жоқ. Мәселе, орыс тілді ақпараттық құралдары бұл ақпаратты қаншалықты тарата білді, талғажау ете білді. Өйткені Ресей мен Солтүстік Кореяның арасында әскери стратегиялық әріптестік туралы келісім шартқа қол қойылды. Онда жазылған талап ереже бойынша бір мемлекеттің, яғни қол қоюшы мемлекеттің біріне үшінші бір ел оқ атқан жағдайда стратегиялық серіктес ол соғысқа араласады, көмек көрсетеді дейді. Осындай пункт Ресей мен Солтүстік Кореяның арасындағы стратегиялық әріптестік туралы келісім шартта тайға таңба басқандай жазылған. Сол келісім шартты басшылыққа ала отырып, Солтүстік Корея соғыс басталған кезде, Ресей тарапынан көмек сұралған кезде сол көмекті жеткізіп бере алды. Біріншіден адами ресурстар жеткізді, әскер жеткізіп берді, соғысушы 4-5 генерал барды, жоғарғы лауазымды әскери басшылары барды Солтүстік Кореядан, одан бөлек сарбаздар барды мясировкаға. Одан бөлек Солтүстік Корея күні бүгінгі дейін Ресейге оқ-дәрілер жеткізіп отыр. Оқ-дәрі дегенде не? Снаряд жеткізіп отыр. Қазірдің өзінде шамамен 12 миллионға жоқтай снаряд жеткізіп берген айтылады Солтүстік Кореяның. Одан бөлек қазір Ресей әскері қолданып жатқан оқ-дәрінің 40% Солтүстік Кореяның берген оқ-дәрілері, яғни соғыс даласында атылып жатқан әрбір екінші оқ Солтүстік Кореяның оғы деп айтуымызға әбден болады. Сондықтан бұндай көмек, елеулі көмек па, елеулі көмек Ресей үшін. Және ашығын айтуымыз керек, Солтүстік Кореяның сарбаздарының арқасында Ресей Курск облысын қайтара алды. Егер Солтүстік Кореяның әскері көмекке көлмегенде, Курскінің әлі қанша уақыт Украинаның бақылауында тұратыны бір құдайға аян еді. Солтүстік Корея сарбаздары Курскіні қорғап білді, қорғап берді. Солтүстік Кореяның арнайы жасағы Курскіні Ресей үшін Украинадан тартып алып берді қайтадан. Нәтижесінде
Курскіде тұрған арнайы бөлімдердің маңызды дейтін арнайы бөлімдерді Ресей Донбастағы майданға апарып қолдану мүмкіндігіне ие болды. Былай айтқанда, демеу жасап берді ме? Демеу жасап берді. Солтүстік Корея осылайша Ресейдің ашық одақтасы, халықаралық қауымдастық Украинаға қарсы соғыста, Украинаға қарсы агрессияда Ресей мен Белоруссияны тең атайтұғын болса, дәл осындай тең атауға әбден лайықты мемлекет ол Солтүстік Корея. Бірақ бір дүниені осы жерде назарда ұстауымыз керек. Егер Солтүстік Корея басқа өзі үшін өзінің географиялық орналасу аумағында басқа соғысқа араласып кететұғын болса, яғни басқа соғысты бастап кететұғын болса, Ресей келген жерінде тоқтайды. Дәл қазір Солтүстік Корея Ресейдің соғыстағы басты спонсорларының бірі.